Тау сарымсағының емдік қасиетін білесіз бе? Тау сарымсағы биік тау етектеріндегі бұйраттардың тасты, шағылды бөліктерінде, көбінесе күнгей беттерде өсетін көп жылдық өсімдік. Ол жыл сайынғы шашылған тұқымнан, қурап қалған сабақтың тамырынан қайта көктеп шыға береді. Оның 100 грамм өніміндегі дәрумені 40 қабатпен салыстырғанда 2 есе, көк сарымсақ пен тұрыпқа қарағанда 3 есе, кәдірге қарағанда 7 есе, усарымсақ пен қызылшадан 10 есе артық екен. Оның өзі оның тағамдық қуатынан гөрі дәрілік қасиеті жоғары тұратынын аңғартса керек. Сарымсақтардың ішінде ең биік орында тұрған тау сарымсағы цинга сырқаты мен тамырлардың тарылуына, ішектер ішіндегі құрттарға таптырмайтын дәрі. Ғылыми медицинада тау сарымсағының 40 градустық спирттегі тұнбасы өте жоғары бағаланады. Ол үшін тау сарымсағының жас бұтақтарын шыны ыдыстың ішіне толтыра салып, үстінен аталған спиртті толтыра құяды. Осыны жылы жерге немесе күнге 15 күн қойып тұндырады. Осыдан күн сайын 4 рет әр жолы 10-15 тамшыдан қайнап салқындаған сумен ішеді. Ол адамның еске сақтау қабілетін сақтап, асқазан, ішек жолдарының ауруына ем болады. Адамның демалуы ауырлап, ентігуі көбейсе, өкпеден шығатын сұйықтық артып мазаны алса, таблеткаларға тоқтамаған жөтелге 250 грамм, ақ шарапқа бір уыс тау сарымсағын ұсақтап турап салып, ақырын отта аздап қайнатады. Осыдан соң аздап бал қосып, бір жұтымнан ас арасында ішеді. Күніне 7-8 рет қабылдауға болады. Тау сарымсағының жас бұтақтарын жесеңіз, қуық пен бүйректі тазалап, зәрді айдайды. Белдің жүйке тамырларына суық тиіп, радикулит болып ауырғанда 3 литрлік банкіге тау сарымсағын турап толтырып, үстінен 70 градустық спирт құйып, 1 ай бойы жылы жерде жабық ыдыс тастайды. Одан соң дәріні сығып, сүзіп алып белге жағады. Сыртын жылы орайды. Осы тұнбаны қыздыратын ішімдік ретінде ішуге болмайды. Тоңазытқышқа салып сақтайды. Тау сарымсағын жазылмай жүрген жараларды емдеуге, бөрткен қотырларды, безеу сияқты тері бұзылуға да тиімді пайдаланылады. Тау сарымсағы шырынының тағы бір ерекшелігі аш қарында жарты стакан ішіп, соңынан қышқыл су ішетін болса, шектегі құрттарды түгел далаға шығарады. Тау сарымсағы шырынын аспен қосып ішетін болса, ұйқы шақырып, бас ауруын жазады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған, қазақ медицинасында қолданылған емдік амалдар. Ардақты ағайын, біздің каналға тіркелсеңіздер қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар.